Таң намазының 2 ракағат парызы. Таң намазы 2 ракағат сүннет және 2 ракағат парыздан тұрады. Таң намазының 2 ракағат сүннеттен айырмашылығы тек қана ниетінде. Әйелдер 5 уақыт намаздың барлығын жасырын оқиды. Уақыт кірісімен дәрет алынып, дайындық жасалады. Жүзді құблаға қаратып, таң намазының 2 ракағат сүннетін оқығаннан кейін, таң намазының 2 ракағат парызын оқуға ниет етіледі. Ниет. Таң намазының 2 ракағат парызын оқуға ниет еттім деп іштей айтылады. Жүрекпен ниет ету парыз, тілмен айту мұстахаб. Екі алақанын құбылаға қаратып, саусақ ұштарын иықтарына туралап, Аллаху акбар, Алла ең ұлы деп тәкбір айтады да қиямға тұрады. Қиям. Оң қолын сол қолының үстіне қойып, көкірек тұсына ұстайды. Қиямда қатарымен төмендегілер оқылады. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Құраннан бір сүре немесе кем дегенде 3 аят. Мысалы, Иқлас сүресі. Бисмиллахир-рахманир-рахим. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Осыдан кейін Аллаху акбар деп рукухке барады. Саусақтарының арасын ашпастан тізесіне қойып, арқасы мен тізесін біраз бүгеді. Көз аяқтың ұштарына бағытталуы тиіс. Рукух кезінде Субхана раббиал азим, ұлы Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтылады. Сами Аллаху лиман хамида, Алла мадақ айтқан құлын естіді деп рукухтен тұрады. Тұрғаннан кейін Раббана ва лакал хамд, ұлы Раббымыз барша мадақ тек саған лайық сөз айтылады. Содан соң Аллаху акбар деп сәждеге барады. Сәждеге барарда ең алдымен тізе, сосын қол, одан кейін маңдай мен мұрын жерге тиеді. Сәждеде білектерін жерге қойып, шынтақтарын қабырғасына жақын ұстайды. Аяқ ұшымен жер тіреп, аяқтар құбылаға бағытталады. Сәждеде Субхана раббиал а'ла, аса ұлы Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтады. Сонан соң Аллаху акбар деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Отырғанда Субханалла сөз айтылатындай қысқа уақыт кідіреді. Қолымыздың ұшы тізеге тиіп, санның үстіне қойылады. Әйелдер 2 аяғын оң жаққа жіберіп, жартылай жамбастап жерге отырады. Мұнан соң Аллаху акбар деп 2 мәрте сәждеге барады. Сәждеде Субхана раббил а'ла деп 3 мәрте тәсбих айтады. Осымен 1-ші ракағатымыз аяқталды. 2-ші ракағатта дәл осы сипатпен оқылады. Яғни қиям, рукух, сәжде. Оң қолын сол қолының үстіне қойып, көкірек тұсына ұстайды. Қиямда қатарымен төмендегілер оқылады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил а'ламин. Ар-рахманир-рахим. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Құраннан бір сүре немесе кем дегенде 3 аят. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانياك هو الأبتر. Аллаху Акбар деп рукухке барады. Саусақтарының арасын ашпастан тізесіне қойып, арқасы мен тізесін біраз бүгеді. Көз аяқтың ұштарына бағытталуы тиіс. Рукух кезінде Субхана Раббиал Азим, ұлы Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтылады. Сами Аллаху лиман хамида, Алла мадақ айтқан құлын естіді деп рукухтен тұрады. Тұрғаннан кейін Раббана ва лакал хамд, ұлы Раббымыз барша мадақ тек саған лайық сөз айтылады. Содан соң Аллаху Акбар деп сәждеге барады. Сәждеге барарда ең алдымен тізе, сосын қол, одан кейін маңдай мен мұрын жерге тиеді. Сәждеде білектерін жерге қойып, шынтақтарын қабырғасына жақын ұстайды. Аяқ ұшымен жер тіреп, аяқтар құбылаға бағытталады. Сәждеде Субхана Раббиал А'ла, аса ұлы Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтады. Сонан соң Аллаху Акбар деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Отырғанда Субханалла сөз айтылатындай қысқа уақыт кідіреді. Қолымыздың ұшы тізеге тиіп, санның үстіне қойылады. Әйелдер екі аяғын оң жаққа жіберіп, жартылай жамбастап жерге отырады. Мұнан соң Аллаху Акбар деп 2-ші мәрте сәждеге барады. Сәждеде Субхана Раббиал А'ла деп 3 мәрте тәсбих айтады. Соңында тәшәһүд отырысы бар. Тәшәһүд отырысында қолдың ұшы тізеге тиіп, санның үстіне қойылады. Отырғанда мына дұғаларды оқимыз. Бірінші әт-тәхият дұғасы. Әт-тәхияту лиллахи вассалавату ва тайибат. Ассаламу алейка айюхан наби ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейна ва аля ибадиллахи салихин. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Аллахумма салли дұғасы. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك دұғасы. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرات حسنة وقنا عذاب النار. Дұғаларын оқып болған соң, Ассаламу алейкум ва рахматуллах деп алдымен оң жақ иығына, содан соң дәл осылайша сол жағына сәлем беріп дұға жасайды. Екі иығына сәлем бергеннен кейін екі алақанын жайып төмендегі дұғаны оқып бет сипайды да намазын тамамдайды. Аллахумма антассалам ва минкассалам табаракта я зал джалали вал икрам. Пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Муазға әр намаздың соңында оқы деп өсиет еткен дұғасы. Аллахумма айни аля зикрика ва шукрика ва хусни айбадатик. Видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Келесі видеода кездескенше, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.